жігіт болғаннан кейін өмірде мынандай кезеңдер болады да. Қарызға даттап батып кетесің. Бір проблеманың үстінен бір проблема. Жүрейін деп тұрған ісің жүрмей қалады. Тіпті, я Алла, осы адамның алдында абыройсыз қалдырмашы деген кісілерден қарыз сұрап кетесің. Қол аяғың сау болып тұрып, нанға ақша таппай қалатын кездер болады. Әлемдегі ең жолы болмайтын адам өзің сияқты болып сезінесің да. Бірақ ойыңда ата-анамды қалай бақытты қылсам екен, қалай бауырларыма жәрдем берсем екен, не жақсылық жасасам екен деген бір ой тұрады. Қолыңнан ештеңе келмей жатқаны сені қинайды. Оның үстінде басқалар да давит етеді оларға. Қол аяғың сау, жұмыс істемейсің ба деп. Бірақ сондай кезеңдер болады. Ешқандай жерден бір жәрдем келмей қалады да. Сондай кезде бүкіл әлсіздігіңді, біреуге көрсетпеген көз жасыңды шамаң жеткенше Аллаға көрсетіп, жылап, я Алла жәрдем берші деп әлсіздігімізді көрсеткен кезде, оның өзінде де, мен сияқты сорлының дұғасы қалай қабыл болады деген ой тұрады. Бірақ біттім-ау, болды, құладым деген кезде Аллах тағала бір күшті шанс жібереді. Сол шанс сенің өміріңді гүл қылып өзгертеді. Қазағымның жігіттері жүр ғой қазір, қиналып осындай состояниеда жүрген. Иншалла, кішкене шыдасаңыздар өтіп кетесіздер. Өйткені ондай нәрсе менде де өтті. Аллаға шүкір, қазір барлығы жақсы.